Сара Мыңжасарова 1924 жылы 29 қазанда Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Қарашоқат деген жерде дүниеге келген. Ақтөбедегі мұғалімдер институтында оқыған. 1952 жылы республикалық 2 жылдық партия мектебінің аудармашылар бөлімін бітірген. Еңбек жолын Шалқар аудандық комсомол комитетінің мектеп жұмысы жөніндегі хатшысы бола бастайды. 1949 жылы Сталиншіл газетінде бөлім меңгерушісі болады. 1952-1960 жылдары Талдықорған облыстық Сталиншіл газетінің жауапты хатшысы, Алматы облыстық коммунизм таңы газетінің тілшісі болып жұмыс атқарады. 1960-1971 жылдары Казахстанская правда газетінің тілшісі болып жұмыс атқарады. 1971-1973 жылдары Байланыс министрлігінің мерзімді баспасөзі тарату басқармасының баспасөзге жазылу бөлімінің басшысы болады. 1959-1970 жылдар арасында аудармаға ерекше ден қойып, Вьетнам көркем әдебиетінің алғашқы прозалық шығармасы, Абхазия кеңес әдебиетінің классигі Иван Попаскиридің «Женская шесть» романы, Алтын Прага ертегілерін, солдат хаттары, суреттемелер жинағын, балаларға арналған шағын кітапшаларды қазақшалайды. Бұларға қоса «Қаһарман қыздар», «Ленин бізбен бірге» деректі әңгімелер жинағын, тәжік әңгімелері сияқты кітаптарды өзге аудармашылармен бөліп аударады. Құрметті оқырмандар, назарларыңызға рахмет.